Сәлем жастар, бүгінгі кітап шолу айдарында мен сендерге Homo sapiens адамзаттың қысқаша тарихы кітабынан шолу жасамақпын. Бұл кітапты оқығанда сіздердің ойлау қабілеттерін дамып, көзқарастарының көкжиегі кеңейетініне сенемін. Бұл кітаптың авторы Юваль Харари, Израиль университетінің профессоры, тарихшы. Бұл кітап қазіргі онжылдықта үлкен бестселлерге айналған, миллиондап даналар сатылып, 50-ден астам тілге аударылды. Керемет жаңалық, 2018 жылы бұл кітап қазақ тіліне аударылып, қазір меломан жүйелерінде сатып ала аласыңдар. Кітапқа келетін болсақ, Харари адамзаттың 70 жылдық тарихын 400 бетке сыйдырып, өзінің үлкен интеллектуалдық ерлік жасауға тырысты. Кәдімгі тарих кітаптарын оқысаңдар, сендер көбінесе тек фактілерге ғана, не оқиғаларға ғана кездесесіңдер. Ал Харари бойынша, сол оқиғаларға бір қорытындылап тұжырымдауға келіп, оны қазіргі заманмен байланыстырып, экономиканың, ақшаның, капитализмнің қалай пайда болғанын түсіндіруге тырысады. Бұл кітапты оқығанда маған микробы, сталь, оружие, Джаред Даймондтың кітабы есіме түсті. Бұл да үлкен антропологиялық еңбек. Ол кітапқа төменде сілтеме қоямын. Хараридің айтуы бойынша, көне замандарда Homo sapienстен басқандай түрлі адамдар болған екен. Біз қазіргі заман адамдары Homo sapiens түріне жатамыз дейді. Бұрын Homo erectus Азияда, Homo solensis Ява аралдарында, неандерталдықтар Европада және Homo sapiens Шығыс Африка елінде өмір сүрді дейді. Біз басқа жануарлар сияқты тамақ пирамидасының ортасында болып әлсіз тіршілікте болдық. Бірақ кейін көптеген өзгерістердің әсерінде тамақ пирамидасының үстіне шығып, әлемнің иесіне атандық дейді. Хараридің айтуы бойынша оған үлкен 3 себеп бар. Біріншіден, ол танымдық революция. Біздің басқа жануарлардан айырмашылығымыз, біз тіл, сөйлеу қабілеті қатты дамыған. Бұрынғы кездері қауіпті айта білу, ауа райын түсіндіре білу өте маңызды болған. Және де көне адамдар тайпа ішінде болып жатқан өзгерістерді кімге сенуге болады және аңның қандай аулау түрлері бар екен бір-бірімен бөлісіп отырған дейді. Және осылай тайпа болып 150 адамдай өмір сүруге болған дейді. Ал екінші, біз ынтымақтастықта өмір сүре аламыз дейді. Қазір үлкен корпорациялардың, үлкен мемлекеттердің бір бейбітшілікте өмір сүруі соның арқасында. Ал көне замандарда сол аңыздардың пайда болуы әсерінен біз осылай ынтымақтастықта өмір сүрдік дейді. Ол аңыздарға адамның құқығы, капитализм, дін және тағы басқа абстракты ойлар жатады дейді. Және қазіргі капитализм мен тұтынушылық ойы өте сәтті религияға атанды деп қорытындылайды. Мысалы, оны былай түсінуге болады. Егер сендер қазір капитализмге не христиан дініне сенуді тоқтатсаңдар, физикалық жағынан ешқандай өзгеріс сендер көрмейсіңдер. Ал егер сендер қазір жердің тартылу күшіне тоқтасаңдар, жердің тартылу күші одан тоқтап қалмайды дейді. Сондықтан қазіргі кезде капитализмді, социализмді, дінді уағыздайтын белсенді адамдар, топтар көп, ал жердің тартылу күшін қолдайтын белсенді адамдар жоқ деп сондай бір аргумент айтады. Екінші себеп ол аграрлық революция 11 000 жыл бұрын басталған деп қорытындылайды. Ол адамзаттың табиғи белесі сол кезге өтуі. Ол кезде адамзат бидайды өсіре бастады. Еңбектің бөлінуі, тіл мен мәдениеттің дамуы қатты басталды. Және ол кезде адамдардың саны өсті дейді. Аграрлық революция адамзаттың дамуына үлкен ықпалын тигізді. Үшінші себеп, Хараридің айтуы бойынша, ол ғылыми революция 500 жыл бұрын басталды дейді. Көне замандарда адамдар болашаққа, прогресске сенбеген. Сондықтан
экономикада шегі болған және қатты даму болмаған дейді. Кейін болашаққа сенудің, яғни прогресске сенудің ойы дами бастаған кезде банктер үлкен ақшалар беріп, кредиттер беріп заводтарға, ал заводтар сол ақшаларды жұмсап, адамдарға жаңа жұмыс орнын ашып, үлкен әртүрлі заттарды шығарып, экономиканы дамуға үлес қосты деп қорытындылайды. Кейін өзінің кітабын индустриялық революциямен және ақпараттық революция басталғанын атап өтті, және қазіргі кезде біз биотехнологиялық революция өнеріне өттік дейді. Және өзінің кітабының соңында философиялық оймен аяқтап, гендік инженерияның, жасанды интеллекттің адамның келешек өміріне қалай әсер ететіні туралы сөз қозғады. Сондықтан жастар, бұл кітапты сендерге оқуға кеңес беремін. Бұндай ғылымның және бизнестің төрінде отырған еврей ұлтына сенуге болады деп ойлаймын. Үлкен тарихи еңбекті бір кішкене ғана бетке сыйдырып, бестселлер атанған кітапты сендерге оқуға кеңес беремін. Рахмет. Сонымен білемін әркімнің таңдауы бар, ал